Шығыс Қазақстан облысы Шемонаиха ауданы Мұхтар Әуезов атындағы жалпы білім беретін орта мектебі қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі Барақбаева Айнагүл Әлимбековна, қазақ тілі 2-ші сынып. Сәлеметсіздер ме оқушылар? Сәлеметсіздер, мұғалім. Жақсы балалар, отырамыз. Ұйымшыл боламыз десеңдер, белсенді боламыз десеңдер, тыңдаймыз десеңдер. Жақсы балалар. Енді балалар, мен сендерге сұрақ қоямын, сендер жауап бересіңдер. Сенің атың кім? Айта ғой. Менің атым. Менің атым Алина. Жақсы. Айта ғой. Менің атым Ерген. Жақсы. Менің атым Костя. Жақсы. Келесі сұрақ. Сенің тегің кім? Менің тегім Шакиров. Жақсы. Менің тегім Привет. Менің тегім Арула. Жақсы. Келесі сұрақ. Сен нешінші сыныпта оқисың? Сен нешінші сыныпта оқисың, Мерген? Мен 2-ші сыныпта оқисың. Жақсы. Айта ғой. Мен 2-ші сыныпта Оқимын. Мен 2-ші сыныпта оқимын. Жақсы балалар. Сұрақтарға жауап бердік. Енді балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тазалық сақтаймыз. Сабақтың мақсаты мәтіннің мазмұнын анықтауға сұрақтар құрастырып, оған жауап береміз. Бүгін балалар, біз жаңа сөздермен танысамыз. Аула сыпырушы, дворник, сыпыру, подметать, сыпырады, подметает, қоқыс, мусор, қоқыс жәшігі, мусорный контейнер, тастаймын, бросаю, тастамаймын, не бросаю, тазалық сақтаймын, соблюдаю чистоту. Енді балалар, мен оқимын, сендер менен қайталаңдар. Аула сыпырушы. Повторяем потом. Аула сыпырушы, дворник. Сыпыру, подметать. Сыпыру, подметать. Сыпырады, подметает. Сыпырады, подметает. Қоқыс, мусор. Қоқыс, мусор. Қоқыс жәшігі, мусорный контейнер. Қоқыс жәшігі, мусорный контейнер. Тастаймын, бросаю. Тастаймын, бросаю. Тастамаймын, не бросаю. Тастамаймын, не бросаю. Тазалық сақтаймын, соблюдаю чистоту. Тазалық сақтаймын, соблюдаю чистоту. Жақсы балалар. Енді кім оқиды ғане? Кім оқиды? Кім оқиды ғане? Саша оқы. Аула сыпырушы, дворник, сыпыру, подметать, сыпырады, подметает, қоқыс, мусор. Жақсы, отыра ғой. Ары қарай, Костя оқы. Қоқыс, Мусор. қоқыс, мусор. Қоқыс, Жәшік. мусорный контейнер. Тастаймын, бросаю. Жақсы, отыра ғой. Семен. Тастамаймын, не бросаю, тазалық сақтаймын, соблюдаю чистоту. Жақсы балалар. Жаңа сөздермен таныстық. Енді балалар, мына суретке назар аударамыз. Мынау не балалар? Мынау не? Кім айтады? Кім айтады? Мерген? Бұл аула. Аула. Жақсы. Аулада не бар? Аулада не бар, Саша? Аулада сырғанақ. Тағы не бар? Құм. Тағы не бар? Аткеншек. Жақсы балалар. Мынау кім? Аула сыпырушы. Аула сыпырушы. Аула сыпырушы не істейді күндер оны? Аула сыпырады. Ауланы сыпырады. Мынау не? Саша? Қоқыс жәшігі. Қоқыс жәшігі. Жақсы балалар. Енді балалар, біз сурет бойынша сұрақтарға жауап бердік. Келесі тапсырма тыңда, қайтала, оқы. Мен сендерге балалар қазір мәтінді оқимын, одан кейін барып аударамын, содан кейін барып сұрақтарға жауап береміз. Бұл аула. Аулада әткеншек бар. Мен достарыммен аулада ойнаймын. Аула таза. Аула сыпырушы ауланы күнде сыпырады. Мен аулаға қоқыс тастамаймын. Қоқысты қоқыс жәшігіне тастаймын. Енді балалар, Семен оқи ғой. Бұл аула. Аулада әткеншек бар.
точно. Так, келесі кім оқиды тағы да? Қане? Мерген? Ауа таза, ауа сыпырушы, ауаның көңілі сыпырады. Мен ауа қоқыс Тастамаймын. Қоқысты қоқыс жәшікке тастамаймын. Жақсы балалар. Енді мен аударамын, сендер мұқият тыңдаңдар. Бұл аула, это двор. Аулада әткеншек бар. Во дворе есть качели. Мен достарыммен аулада ойнаймын. Я играю со своими друзьями. Аула таза. Двор чистый. Аула сыпырушы ауланы күнде сыпырады. Дворник каждый день подметает двор. Мен аулаға қоқыс тастамаймын. Я во двор не бросаю мусор. Қоқысты қоқыс жәшігіне тастаймын. Я бросаю мусор куда? Мусорный контейнер. Хорошо. А теперь, ребята, ответьте на вопрос. Сұрақтарға жауап береміз. Бұл не, балалар? Мәтін бойынша сұрақтарға жауап берейік. Бұл не? Бұл аула. Бұл аула. Аулада не бар? Кім айтады? Бұл әткеншек бар. Иә, аулада әткеншек бар. Ары қарай, аула қандай, кім айтады? Аула қандай мерген? Аула? Ауа Так. таза. Аула сыпырушы не істейді күнде? Дворник что делает? Аула сыпырушы не істейді? Иә, кім айтады? Айта ғой. Аула сыпырушы. Ауа сыпырушы, сыпыру. Ауланы күнде Сыпырады. сыпырады. Жақсы балалар. Қоқысты қайда тастаймыз? Қоқысты қоқыс жәшігіне тастаймыз. Жақсы балалар. Енді балалар, дәптерлеріңді ашыңдар. Открыли тетради, дәптерлеріңізді ашамыз. Енді балалар, келесі тапсырма. Оқылым, жазылым. Жазбаша жазамыз. Тыныс белгілерін қойып, сөйлемдерді жаз. Орындамас бұрын, бірінші ауызша орындайық. Что надо делать, ребята? Проставить точки, да? Так, бірінші сөйлемді кім оқиды, Ғали? Кім оқиды? Айта ғой, Саша. Мен көші таза. Жақсы, бірінші сөйлем. Екінші сөйлемді Мерген. Көшеге қоқыс тастамаймын. Жақсы, келесі сөйлемді кім оқиды, Рома? Қоқысты Қоқыс жәшігіне күнне тастаймын. Келесі сөйлемді кім оқиды? Семен. Мен ауа таза. Жақсы, жақсы. Келесі сөйлем? Мерген? Мен ауа достарыммен ойнаймын. Жақсы. Келесі? Келесіні кім оқиды тағы да? Қане, кім оқиды тағы да? Тоня? Келесіні кім оқиды? Аулада? Аулада әткеншек Тебеді. Жақсы балалар. Қазір соны орындаймыз. Жазбаша орындаймыз. Жазбаша орындаймыз. Ал енді балалар, орындап болдыңдар ма? Выполнили задание. Жақсы. Ал енді балалар, мынандай сұраққа жауап берейік. Сабақты қорытындаймыз. Бүгін сабақ сендерге ұнады ма? Иә? Поднимайте. Жақсы балалар. Тұрамыз орнымыздан, тұрамыз. Сабақ аяқталды, сау болыңдар. Сау болыңыз.